Көңіл күйіңіз түсіп, проблема біткеннен шаршадыңыз ба? Еш уайымдамаңыз, Домино тобының әншілері өмірді қайта сүюге көмектеседі. Нақтырақ айтсақ, әншілер осындай мазмұннан тұратын жаңа бейнебаян түсірді. Песня называется «Гульбану». Ән Гүлбану деп аталады, махаббат туралы. Ол әнге билеуге де болады. Өте көңілді туынды. Клипте махаббат жайлы болмақ. Әзіл қалжыңға құралған комедиялық клиптің басты кейіпкерінің бірі Гүлбануды сомдайтын Ульяна Гром сюжет желісі бойынша өзіне қарамай қойған мына жігіттің қыр соңынан қалмай жүріп, нәтижесінде Домино әншілерінің көмегімен оған ақыры қол жеткізіп тынады. Идея, наверное, это была Закира. Бұл Закирдің идеясы болды. Өйткені біз бір-бірімізді біраздан бері танимыз. Закир менің осы рөлді ойнай алатынымды біліп маған ұсыныс тастады. Бірақ Ульяна шынайы өмірде бірде-бір жігіттің жүрегін жаулауға тырыспағанын айтты. Если честно, нет. Шынымды айтсам, мен еркектің соңынан жүгіріп көрген адам емеспін. Керісінше жігіттер мені қаратып алуға тырысады. Айта кетерлігі, Домино тобы жаңа клипке автор мен режиссер іздеп әуре болмаған. Біреуге шығынданғанша ақшамыз қалтамызда қалсын деп ойласа керек. Бейнебаянға қатысты бүкіл жұмысты өздері атқарып шыққан. Мы посидели, придумали. Біз ақылдаса келе осындай идеяны ойлап таптық. Режиссер жоқ, осы үшеуміз режиссерміз. Клип жақсы болып шығады деген ойдамыз. Сол аяқ болсын, ал топтың алдағы жоспарлары қандай екен? Снимаем клипы, мы Әзірге біз клип түсіріп жатырмыз. Гастрольдеріміз бар, ал жаңа альбом жазу әзірге жоспарда жоқ. Мүмкін кейінірек қолға алармыз деп ойлаймын. Сөз соңында Домино әншілері жаңа позитивті клипті бір айдың ішінде көрерменге ұсынатын боламыз деп уәде берді.